Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Абу Ханифа мен Ибн Таймияның қателіктері туралы тоқтала кетсем деп едім. Олардың екеуі де олар ғана емес, барлық ұлы ғалымдар, пайғамбарлар мен елшілер алейхиссалам ешқашан қателеспейді және ешқашан да күнә жасамайды деп халықты сендіріп келді осы уақытқа дейін. Бұл қате түсініктер болып табылады. Исламның ұлы ғалымдары деп аталатын бұл адамдар Құранның аяттарында хадистерді де түсінбеген. Құранда Аллах олардың барлық күнәләрін, соның ішінде өткенінде болашағында кешірдім деп айтады. Сол сияқты хадистарда да осылай айтылады. Егер олар күнә жасамаса, онда неге Аллах олардың барлық күнәләрін кешіреді, өзіңіз ойланып көріңізші. Пайғамбарлар мен елшілер алейхиссалам ең алдымен біз сияқты қарапайым адамдар екенін ұмытпаңыздар. Сондықтан олар тек дүниелік істерде ғана емес, діни мәселелерде де кейде қателесіп отырған. Тек жалғыз Аллах қана қателеспейді. Өйткені олар үнемі Аллахтан ақпарат алып отырған және хадистерде айтылғандай, бұл ақпараттарды кейде өте ұзақ уақыт күтуге тура келген. Көріп отырғаныңыздай, ханафиттер мен салафиттер діннің көптеген мәселелерінде көп нәрсені түсінбеді. Сондықтан олардың артынан соқыр адамша ере бермей, ойлануға болатын көп нәрсе бар. Егер шайтанның азғыруымен адасып кеткен сектанттардың артынан адасқыларыңыз келмесе, онда жалған ғалымдардың шатпырағын тастап, тек Құран мен сүннетпен ғана жүріңіздер. Егер кімде-кім менің ислам туралы біліміме күмәнданса, мен әлемнің барлық сектанттарына жиналып, менің 4,5 мың жауабының ішінен кем дегенде бір қателігін табуды ұсынамын. Қорытындай келе, барлық сансыз, шексіз, шетсіз мақтау мен мадақтаудың бәрі тек бүкіл әлемнің иесі, барлық ұстаздардың ұстазы жалғыз Аллахқа ғана тән.